Ассалаумағалейкум қадірлі ағайын. Біз бүгін таңнан тұрып жылқыларымызға келдік. Жылқылардың барлығын қарап, байқап, бақылап, бұларды өрістен жинақтап жүрміз. Ауылға қарай жақындатып апарып тастаймыз. Қазір жылқыларымызға келгеннің тағы бір негізгі себебі жай күйлерін қарайық деп, қысқа дайындығын қарайық деп жылқыларымыздың және көктемде туған құлындар қазіргі жабағылардың күйлері қалай екен, олардың қайсысын болашаққа айырылып қалып қаламыз, қалай болады, ұрғашысы қанша, еркегі қанша, соның барлығын анықтап өз көзімізбен көріп деп келдік. Жылқыларымыздың жай күйі жаман емес. Биылғы ауа райы да өздеріне лайықты жылқының семіруіне, жылқының күй жинауына, жылқының қазы байлауына барлығына жақсы орынды ауа райы болды ғой. Қазіргі да Аллаға шүкір ауа райы жақсы болып тұр. Енді алда суық келе жатыр деп айтып жатыр. Ол жылдағы болатын әдет, сондықтан да жылқының күйі жақсы болатын болса суықтың бәріне төтеп беріп қыстан шығып кетеді. Тек жаңбыр жауып жеріміз болып қатып қалмаса болғаны. Өздеріңізде не жаңалық, сіздер жақта ауа райы қалай болып жатыр? Айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар.